Қайырлы таң. Бүгін 9 ақпан жүгіруімнің 30 күні. Міне бүгін 30 күнді де жүгіріп өттім. Яғни қатарынан 30 күн бойы жүгіргенім жоқ, арасында үзіліс күндер болды. Жолда болуыма байланысты, тағы да басқа да себептермен байланысты, оны бәрін видеода айтып жүрдім әрқашанда. Енді міне бүгін Астана қаласы артта ғана Бәйтеректе көрініп тұр. Мен мұндалап енді Қазақстанның, осы елордамыздың, қазақ елінің символы болып саналады. Бүгінгі Астанадағы ауа райы 21-ді минус 21-ді көрсетіп тұр. Яғни бүгін күн жылы күндегіден ол да білініп тұр. Мен де қазір мінекей терлеп тұрмын, жүгіріп келіп қара терге түсіп тұрмын. Ол енді әрине жүгіруді терлеу үшін, денсаулық үшін жүгіреміз ғой. Осы бүгінгі айтарым, келіңіздер, қосылыңыздар, жүгіріңіздер. Қайдасыздар астаналықтар? Қосылайық, қаласыңыздар. Рахмет.